Kudalarımız kaydı ekan, dört göz tügelme. Al, keliniz altı men. İki jengemizge. Al, odaş jengilerimizge. Al, marhaba. Hoş geldinizler. Algan, oyunlarınız mutlu ol. Öyle cümlekte olmuşsun. Açtılar. İki şah. Aman bolunuzdan, ülkemizde aman bolsun. Енді осы барлық жақсы тілектері қабыл болсын, дендері сау болсын, оқып жатқан оқуларын жақсы ашсын. Оларға тек барлық жақсылықты тілеймін. Аналық алға қойған арман мақсаты тілеген тілектері мақсаттары орындалып, елге келіп бізді қуантып, біздің ауылымызда үлкен той болсын. Құдаларымыз қатындарымызды көріпсін, жастар аман болсын, екі жас жырақта жүрсін. Өзі кішкентай болса да ақырында алысқа кеткеннен кейін мәйін қуатымыз әке-шешесіндегі мен өзім қабылдаймын. Мейлі жастар аман болсын, аңсаған арманына жетсін. Денағарым сау болып, аман-есен өсіп, өзінің барған жеріне тастай батып, сондай сөздің әке-шешесіне мейірімді болсын. Ағынан әке-шешесінің үміттерін ақтасын екі жаққа. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Міне 3-4 күннен бері танысып, білісіп, біріміз көріп танысып жатырмыз. Осының бәрі мына екі баланың арқасы деп ойлаймын. Бізде қыз болмаса, сіздерде ұл болмаса, осындай отырыс болар еді. Бүт Қазақстан кем, Қазақстаннан бірін-бірі Алла тағала жолықтырмай, мұхиттан асып, шетелге барып, екеуін біріне-бірін таныстырып, қол ұстасып, қосып атқан Алланың құдіретіне рахмет. Қана ұстасқан қолдары ажырамасын, махаббаттары мәңгілік болсын, тек қана. Алтынбек Атыраудан бар, біздің қыз Қазақстан бар, Америкадан қосылып, танысып, біз құдаларды біріктіріп, ағай туысқан болады, құда болады. Қадамдарыңыз құтты болсын. Енді құда 1000 жылдық дейді ғой, ары қарай жалғастырып көп болады ғой, құда деген жақын болады дейді. Араласып. Біз Алматыдамыз, енді жай араласамай қалдық. Енді Алматыға келіңіздер, есігіміз ашық, құдалар деп қарсы аламыз. Құтты болсын, инабатты алдына қойған мақсаттарына жететін қыз. Көзіміздің алдымызда оқыды, Алматыда. Тек қана оқысын. Ана бір рюкзактың тағып алады, шапкасын киіп алады, түрі ұл болған сияқты, оқу. Оқуымды бітіремін, одан кейін ары қарай тағы оқиын деп. Сосын мен Гүлжан Жеше Назарбаев мектебіне практикаладым дедім. Давай деді. Сол мен бір момент айтып, ол жақтан өттік конкурстан. Ол жақта жұмыс істеді, ал Астанада. Содан кейін ары қарай тағы оқимын деді. Сол мен шетелге болашаққа неге беремін деді. Сол мен ой қуанып, молодец, үшін өтті. Қызымыз сол Америкаға сөйтіп тағы жағынан тағдыр екен. Сіздердің балаларыңыз күтіп отыр екен ол жақта. Екеуі бір-біреуін тауып тұрып, қандай қуанышты, жақсыңдар. Енді бұл жағынан сіздерге де жақсы, балаларымыз жалғыз жүрген жоқ, алысты. Бізді әйтеуір ризамыз қызымыз, енді керегі бар деп. Енді бір айтатыным, бізде инабат ерекше қызы, бала мінез. Ондай қыз балаларда өте сирек кездесетін мінез ол, негізі. Бала мінез деген ол ашық мінез, таза мінез, тік жүреді, тік сөйлейді. Маған айтатын, Гүлжан Жеше, көбінесе қазір жастар біраз айтсам жақтырмайды ғой. Өздері біледі қазір. Инабат айтатын маған,
Гүлжан жеңеше, мен бір нәрсені дұрыс істемесем, сіз маған айтыңыз. Мен енді аңғармай қаламын деп. Ой, сонда сол оқумен жүрген қыз ғой. Сол сіздерге сол ойлаймын, жақсы келін болады деп. Бақыт әкелсін сіздердің отбасыларыңызға. Құдалықтарыңыз 1000 жыл болсын. Мінезі өте тік. Яғни сіздер қазіргі келіп отырған бұл Бауыржан Момышұлы ауылы, Бауыржан Момышұлының ұрпағы, еліміз құли. Сондықтан да осы қыздың осындай тік мінезді, ойын ашық айтады, ешқандай бүкпесіз адамның артынан артық сөз айтпайды, ешқандай артық әңгіме айтпайды, тек қана бетіңізге айтады, ешқандай бір жасыратыны жоқ. Жоқ, онысы жақсы, қазіргі таңда бүкпесіз айтқан жақсы, бетке айтқан дұрыс. Солай адам бір-бірін таниды, бір-бірін қабылдайды. Жан жақты қыз, бір жақты ғана, бір беттей ғана емес, жан жақты оқиды, неше түрлі курстарды оқиды, жан жақты білім алады, дамиды, өсіп жатқан қыз. Осындай дәрежеге жетіп отқанында қазір ата-анамыздың арқасы, себебі осындай білім алыңдар, дамыңдар, ешқандай да тоқтамаңдар деп әрдайым бізді жігерлендіріп отыратын, алда тосқауыл жоқ, ештеңеден тоқтамаңдар, жүре беріңдер деп айтып отыратын әрдайым әкеміз, анамыз. Сондықтан да қызымыз міне үздік бітірді мектепті, алтын белгі алды, мынау Алмат деген інісімен бірге түсті. Мына жерде міне диплом алды, диплом Сүлеймен Демирел университетінде үздік тамамдады. Кейін мектептерге де ешқандай таныс тамырсыз, ешқандай аға, көке, жәкесіз, мінекей Назарбаев университетіне зияткерлікке өзі тапсырып, өз күшімен жұмысқа орналасты. 1 жыл сол жерде дәрежесі жоғары болып жұмыс жасады, атқарды. Және де кейін өз күшімен, ойлаңыздаршы, орманда орналасқан, Бурабайда орналасқан мектеп. Көп адам білмейді, бүткіл Қазақстанда ол белгісіз. BI Group, Айғанат BI Group, жаңағы BI Group'ты басқарған кісі Айғанат деген мектепті ашқан болатын. Онда тек қана керемет оқитын балалар оқитын да. Мінекей осы мектепте Айғанатта жұмыс жасады, тәжірибесі өте мол, өз күшімен болашаққа өзі түсті. Және айлыққа дайындалғанда күні-түні жаңағындай басын алмай оқып, сол оқуға өз күшімен түскен өте мықты, қанаты керемет қыз. Ал енді біз көрейік, біздің қызымызбен қалай танысып жүр бұл бала? Қайда? Әртісіге болмыз. Осылай дәртәтіп келіп қалып жатырмыз. Біздер 4 күннен бері осы елде жақсы сый-сияпат көріп жатырмыз. Енді алып келген дәмдеріміз болды. Бұл енді жалғасы, сол дәмдерді таратып, барға үйдегі табыс еттік. Үйге келген үлгімізді, киттерімізді деген сияқты, жаңағы қалың мал деген сияқты, енді әр елдің салты әр басқа дегендей, енді бізде сіздің жақсылық құт болып тарысын, заманымыз тыныш болсын, ең бастысы балаларымыз бақытты келін болсын, екі ара алтын көпір болсын дейміз. Жүрушті бірестер көз тимесін деп айтады. Сосын міне осылай жаңағыдай
жапырағы жайылсын, жаңағы үгірлі болсын деген жақсы сөз. Енді осындай балаларның жаңағы следи дейді, осылай енді қолдан қолға жүретін дүние болғанмен де әр заттың өзінің орны ерекше деген болмайды. Бізде шілдеханада ғана таратады. Енді бұл да енді жақсылықтың белгісі, той-тойға ұлассын деген, жаңағыдай жапырағым жайылсын, бала бол. Ішінде сүт тағамдарынан, ішінде жент бар неше түрлі. Бұл жерде ішінде шұбат, сосын қымыз бар салынған. Сосын құрт, ірімшік. Болса, көп рахмет. Ал жеңгелер сіздерге. Сол мен бәрін, жоралың бәрін біз жасап алынған. Сонда енді қазір мына сіздердің алатындарыңыз. Өмірлері ұзақ болсын, дендері сау болсын, саған арманына жетсін. Денсаулық берсін бәрінен де осы әкелген ойыншық несінің бәрін осы балаларға бұйырып кішкентайлар өсіп өнсін олды. Қайырлы болсын, еш жамандық болмасын, ниеттеріңіз қабыл болсын, екі бала бақытты болсын. Қабыл алыңыздар, жастарымыздың өздеріңіздің де көңілдеріңіз әрдайым шаттық. Өзімді қандай десең, халқымдан сұрап көр дейді. Салттың да өте мына көз тимесін, қанша күннен бері мақтап жатырмыз, мақтауын біз де асырып жатырмыз, сіздер де асырып жатырмыз, мақтап жатырмыз. Сол мақтауға тұрарлықтай болып, ары қарай да көз тимей болсын. Бәрілеріңізге жақсылық болсын. Жуалымен құда болып жатырсыздар. Тек қана әйтеуір жақсылықта, аманшылықта дастархан жайылып. Екі жасымыз Арман клуб Америкадан бірақ шыққан, сол жақта танысып міне енді екеуі. Не дейміз, армандар орындала берсін, тек биіктерден көріне берсін. Аман есен елімізге үлкен бір жақсы дипломмен келіп, ары қарай еңбектерін жалғастыра берсін, бізді қуанта берсін екі жақтан да. Бізде осындай қуаныштар бола берсін. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен тағы да аман есен бұдан үлкен дастарханды бас қосайық. Тұралығымыз мың жылдық болсын. Құрметті қонақтар, бүгінгі келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мына жылқы жылы, жылар жылы бітіп, жылқы жылы басталар алдында керемет оқиғалы, керемет тойлар болып жатыр. Осы той бәрімізге жұғысты болсын. Ал мынау серік құда бастап келген, шеркеш елінен келген құдалар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мына биылғы жылы Құдай қаласа сіздер бір ел болып, екінші елге елші болып келіп отырсаңыздар, Алла қаласа келесі тойларда біздің қатарымызда тұрып, бір ел болып, осылай сөз сөйлеп тұруды Алла. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын, мың жылдық болсын, құдалығымыз күйеу 100 жылдық болсын. Енді мына екі жас табыстырып отыр, барлығымыз қазір бір шаңырақ астында күтіс болып жатыр. Барлық туыс туғандарға рахмет, өстіп шашпауын көтеріп неше күн бойы. Енді астың дәмін келтірген тұздан айналайын, екі жастың дәмін келтірген қыздан айналайын дейді. Мінекей қызымыз Инабат Ақжаулықта ана болады, бұйырса сіздердің әулетке келін болып барып жатыр. Сіздерге аманат, толықтай сіздерге сеніммен тапсырамыз қолдарыңызға. Себебі біз өзімізде мінекей бір әулеттің келіні болып, бір үйдің түтінін түзу түтетіп отырған келінбіз, балалы шағалымыз, барлығымыз тәрбиелі көрген, текті жердің қызымыз. Инабат та біздің мінекей Инабатты текті жерден қызын алып отырсыздар. Және де бұйырса мінекей ертең немерелі болып жатқанда да екі балада өте ақылды, анада бір күліп айтып жатырмыз, бір вундеркинд болатын шығар балаларың деп. Енді Алла соны аузымызға салып қойған шығар, нәсіп етсін, жақсылық болсын жанұяларыңызда. Адамның көркі осы ұл мен қыз дейді, ұл мен қызымыз аман болсын, екеуі бақытты болсын, шаңырақтары биік болсын көтерген. Сіздерге аманат қыздарымыз. Мен өзім үлкен әпкесімін, есімім Жанар, Астана қаласында тұрамын, және де осы
Астана қаласында менде қолымда тұрды инабат. Барлық жетістігін көзіммен өте жаңағы мысалға қазір жастар көбінесе сырттан тамақ жегенді ұнатады, бірақ менің сіңілім өте бір сондай үйден тамақ жасап, қолдан жасап, барлығын дәмін келтіріп тұрып, сондай нақты, тиянақты қыз. Енді алып жатқандарыңыз сондай бір шекесінде жұлдызы бар қыз, жай қыз емес, текті қыз, текті әулеттен алып отырсыздар. Сіздерді де құрметтеп, қастерлеп өстіп күтіп отқанымызда сол. Саламатсыздар ма? Құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мынау алып жатқан келіндеріңіз құтты болып, аяғы құтты болсын. Сіздердің де бізге келіп жатқан ұлдарыңыздың аяғы құтты болып, жақсы күйеу болсын. Біз ұлы жүзден, оның ішінен дулаттан тараған текті әулетпіз. Ұлы жүздің қызын қолы жеткен жігіт алады дейді. Алтынбектің қолы жетіпті, құтты болсын. Инабат деген енді қанша күннен бері айтып жатыр барлығы. Өте қайсар, өте ақылды, атына заты сай қыз. Сіздерді де, бізді де ұятқа қалдырмайды деп біз сенеміз. Мен әпкесімін, екінші. Мен Бестерек еліне келінмін, 15 жыл болды. Аллаға шүкір, сол әулетті өсіріп, өндіріп, үлкен кісілердің батасын алып отырған жайым бар. Әпкемде тура сол секілді, енді осындай текті әулеттен шыққан қыз ешқандай бізді ұятқа қалдырады деп ойламаймын. Сіздерге аманат, барлығы жақсы болып, енді барлығы ойдағыдай болып жатыр деп ойлаймын. Салып жатқан алтын көпірлеріңіз ұзағынан болып, құтты қылып, сіздер жақтан сіздер аман болып, бұл жақтан осы келіп жатқан қонақтарымыздың барлығы аман есен болып, үйлеріңізге аман есен, жақсы көңіл күймен қайтады деген ойдамыз. Алып жатқан келіндеріңіз құтты келін болсын. Инабаттың өзінің атына сай инабатты ибалы қыз. Алтынбек те бізге тура сол секілді алтындай күйеу бала болады деп сенеміз. Осындай зор денсаулық, дендеріңіз саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Жастарымыз бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін, алдарына қойған мақсаттарына жетсін. Сол мына келе жатқан жаңалықтарыңыз құтты болсын. Жақсылық болсын тек қана. Жақсы қонақтар, бәріңізге ассалаумағалейкум. Құдағай, құдағайдың бауырлары, құдашалар, барлықтарыңызға көп рахмет. Осы 3-4 күннен бері аяғымызды жерге түсірмей қарсы алып қонақтап жатсыздар. Енді не айтамыз, мына осы жиналыс енді біздің Алтынбек баламызбен, Ербат келінімізбен отау болып, соның себебімен жиналып отырық қой. Енді 2 жасқа манадан бері жақсы тілектер айтылып отыр. Бар Алланың періштелерінің құлағына шалсын. Ербат бізге жақсы келін болсын дейміз. Алтынбек сіздерге жақсы күйеу бала болсын. Атырау мен Тараздың ортасы Ақкөпір болып, осы құдалығымыз 10 жылдық болып сыйласып жүре берейік. Барлықтарыңыз шаңырақтарыңызға жаманшылық болмасын, осы ақ дастарханда, қуанышта, тойда кездесе берейік. Үлкендеріміз аман болсын. Мана айтылған жас тілектердің бәріне қосыламыз. Алла береді, 2 жас енді оқуларын бітіріп келгесін, тағы да Атыраудан сіздер жақтан сыйлық көресіздер. Сол күнге жеткізсін бәріміз. Аман болайық. Рахмет көп сыйларыңызға. Құрметті қонақтар, құдалар, құдағай, барша ағайын тумалары, достары, 4 күннен бері керемет жиын болып жатыр. Өте қуаныштымыз. 2 жастың арқасында 2 орта жақсы көпір жатыр. Жастарымыз бақытты болсын. Алтынбек енді біздің де баламыз керемет жетістіктері бар. Оны біліп жатсыздар, естіп жатсыздар, үлкендер айтып жатыр. Инабат екеуі тек бақытты баянды ғұмыр кешсін. Енді жақсы ортаға келіп жатыр, біз де қуанып жатыр, ортамыз көбейген сайын. Жаман емес, енді жақсымыз бақытты болсын балдар, ең бастысы аман есен ауылға келсін. Үлкен тойда кездесу нәсіп етсін деп. Бар жақсылық үшін үлкендеріміз аман болсын. Сол қуанышты бәріміз көрейік. Құрметті қонақтар, құданың бауырлары, тумалары, достары, сіздер біз кешеден бері күтіп
байланысты көп рахмет. Тек іні мен келіндегі бақытты отбасы болсын, үлгілі жанұя болсын деп, қайда жүрсе де аман болсын деп, сый құрметтеріңізге көп рахмет. Тек әр үйде осындай қуаныш, береке, шаттық бола берсін. Тек Атырау мен Тараздың арасы алтын көпір болсын, ақ жол болсын. Біздер де келе берейік, сіздер де біздің елге келіп үлкен тойда атсалысыңыздар. Тек екі елдің қуанышы, шаттығы таусылмасын. Тек той жалғасын таба берсін, жастарымыз бақытты болсын. Құрметті құдалар, сый құрметтеріңіз көп рахмет. Киелі Әулие-ата жеріне, соның ішінде Бауыржан Момышұлына құда болып келіп жатыр. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, екі жас бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, тек көрген бетіміз той болсын, ортада отқан үлкендеріміз үлкен бәйтерек болып, солардың қызықтап отыра берсін. Еліміз тыныш болсын, арымыз көп болсын, екі жас бақытты болсын, бақытты болса бәрі де жақсы болады. Сол үшін ақ қойыңыздар. Ал жақсы, құрметті құда-құдағи, барлық құдаша құда-балдар, құдағайлар, құдағайдың құдағайлары, құдалары баршаңызға мынау 4 күннен бүгін уже 4-ші күн сый құрмет үшін үлкен алғыс, үлкен рахмет сіздерге. Енді екі жастың арқасында осылай сіздермен таныс болып жатырмыз, дәмдес болып жатырмыз. Енді ұзағынан болсын, Алла ұзағынан сүйіндірсін. Енді бар болайық, бай болайық, деніміз сау болсын, ең бастысы денсаулық. Заманымыз тыныш болсын, айналамыз аман болсын, бауырымыз бүтін болсын, төрт көзіміз түгел болсын, тек жақсылық болсын, қуанышқа ұласа берсін. Үлкен кіші пейілдікпен жақсы құрмет көрсетіп жатырсыздар. Сол үшін алғыс айтамын. Үлкен рахмет. Бұйырса, құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық деп айтады. Сол 1000 жылдық құда болайық. Енді екі ара алтын көпір, сол алтын жақұттармен жаңағыдай көмкерілген берік көпір болсын деймін. Алтынбек пен Инабат келініміз бақытты болсын, ғұмырлы болсын, бір-біріне сыйлы болсын, армандары жаңағы орындалсын, енді тіл мен көзден аман болсын деймін. Барлық жақсылыққа жаңағыдай сай болсын деймін. Енді аман болсын, амандығын тілейміз. Бұйырса бізде сол манағы Алтынбектің айтқанымен келіп жатырмыз деп айтып жатырмыз ғой. Өздері сол уақытын айтып, сол айтылған уақытта енді бұйрықтарын орындап жатырмыз. Бұйырса енді оқуларын аяқтап келгеннен кейін той болады деген күні, белгіленген күні тойы болады. Сіздер де біздің жақындамын татасыздар деген ниетіміз, ойымыз бар. Бұйырса біздің жақында үлкен дастарханның, үлкен қошеметті көресіздер деген ойдамын. Енді Алла сол күнге жеткізсін, бәрімізді мықты денсаулық болсын. Енді күніміз жақсы болсын, әр күніміз ең жаман күніміз осындай болсын деп айтады ғой. Енді сіздің ауылға, біздің ауылға сіздер тек той деп келіңіздер. Үлкендеріміз ақыл айтып отыратын алдымызда аман отырсын. Аман болыңыздар, бәріңізге үлкен рахмет. Сол балалар бақытты болсын, бар жақсылыққа лайықты болсын деймін. Аман болыңыздар, көп рахмет. Той болса берсін. Құтты болсын, ұзағынан сөйлесін, екі жас бақытты болсын, армандарына жетсін, ойлары орындала берсін, биік шыңдардан көрсін, үлкен азамат болсын, Қазақстан жақсы көрін. Құдалық болсын, жақсылық болсын, көргеніміз осындай тоймен құдалық болсын. Құрметті қонақтар, құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, отбасыларыңызға денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар, мына екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, махаббаттары мәңгілік болсын. Инабат қызымыз иманды, ибалы келін болсын сіздерге. Үміттеріңіз ақтасын. Кешелі бері бәріміз күтіп, ат салысып неғып жатырмыз. Киім кетіктері болып жатса, ренжімеңіздер, қапа болмаңыздар. Тойдың бәрі әлі алда. Дендеріңіз саулық, амандық, аман есен ауылдарыңызға жетуді тілейміз. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, жаңа жылдар жаңа табысқа, жаңа жақсылыққа толы болсын. Дендеріңіз сау, бақытты ғұмыр кешіңіздер. Енді құрметті қонақтар, енді мен көп сөйлеймін, енді 45 минут. Тарих қой бұның барлығы. Ал құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Сіздерді бірінші құттықтап қояйын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Екі бала бақытты болсын. Мінекей, Қазақстаннан кетіп Америкаға,
Алланың айтқаны бола ма, адам айтқаны бола ма дейді. Мінекей Америкада екеуі бір-бірін табысып, бір-бірі мінекей отбасын құрып жатыр. Бақытты болсын. Осы екі жастың қуанышына тоймай жүре берейік. Ал енді құдалар, мына жерде отырған қонақтар, біз енді құдаларымызбен 84 жылдан бері біз құрбымыз. Мінекей 18 жасты ауылда өткізіп, қалаға келіп, мінекей бір-бірімізді тауып, осы күнге дейінгі 42 жыл болыпты біздің достығымызға. Біз достығымыз 5 қыз едік. 5 қызымыз да жан-жақта, қазір ауа райына байланысты біліп жатсыздар, келе алмады енді. Мына жылдың соңы өздері қызметте қыздар еді. Алла қаласа үлкен тойда бәріміз бас қосып болса сіздердің ауылдарыңызда қақ төрлеріңізде отырамыз деген уәде береміз. Мінекей, сіздер, мінекей менің құрбым Гүлнараның айтады ғой, шешесінің алда қызын. Жыламай қалдым дейме? Енді көріп жатсыздар, қандай жерден қыз алып жатқандарыңыз. Ауылдың өзі Бауыржан Момышұлы өте атақты атамыздың ауылынан алып жатсыздар. Тектілі жердің қызынан алып жатсыздар. Менің подружкам жанымның аңқылдасам да көкейінде көмекей көрінеді дейді ғой негізінде. Бетке айтады, мынадай өсек, анау-мынау деген жоқ, көңілі ақ, қандай жан болсын, бәріне өзіндей көреді, жан ашыр адамдай көреді. Сол шығар бізде бір-бірімізді, достығымызды жалғастырып. Құдағилар, Боранды жеріне алтын көпір соғып жатырмыз. Екі облыстың ортасы арқаланып, дорбаланып, құдағи болып жүре берейік. Анау жағы сіздерді кешеде жолдас балалар күтті, көрдіңіздер, куә болдыңыздар. Соның ішінде 10 баланың ішінен тірі қалған екеуі келді анау. Қалғандары ауырып жатыр, айттым ғой, айран ішіп жатыр, таматыны соғып жатыр дейді біреуіз. Рахмет ол жолдастарға да. Ал тек жақсылықта бас қосайық. Енді қалғанын менің жұбайым, содан кейін осы құдаларға не қыламыз ғой. Ал жақсы мұра, тойға жиылған қонақтар, бәрін ауыз адамына қаумалап, қажекен құдамыздың құдасын құдайдай сыйлап, өнерлерді көрсетіп, жақсы тілектерімді айтып, ешқандай не жоқ, біз ризамыз. Енді ең бірінші келген бастап осы көңіліміз марқайып тоқ болды, осы той үйінде әлі тарағанша сондай көңілде отырмыз. Рахмет, ұзағынан болсын құдалығымыз. Енді екі баламыз дені сау болып, ойлаған армандары орындалсын деген тілек айтамыз. Көп тілегі, көл дегендей, осы кешеден бері жақсы адамдар жақсы тілектерін айтып, сол балдар арнап жатыр ғой. Соның бәрін Алла Тағала қабыл етіп, балдар дені сау болып, аман-есен жүре берсін. Ішіндемін. Сол балдарымыз бақытты болсын. Енді сіздерді мына келе жатқан жаңа жылқы жылымен құттықтаймын.
дендеріңе саулық берсін, үйлеріңізге амандық берсін, отбасыларыңа ешқандай жамандық болмасын. Сәбидің күлкісі ойнасын. Енді біздің бар байрамымыз осы балаларымыз ғой. Сол балаларымыз аман болсын. Сол балаларымызбен аман есен қауышуға бізге Алла ғұмыр берсін. Енді біздің баламыз мынау жаңа жылдан қалдырмай өздері некесін қидырып, енді екеуі қосылып жатыр, бақытты ғұмыр кешсін. Ал мынау құрметті құда-құдағилар, бүгінгі күні енді мынау біз сіздерден мынау барлығымыз бірге бірінші күні мынау барлықтарыңызға бірінші рахметімді айтамын. Бірінші күні ағайындар күтіп алып, әдемілеп тұрып, құдалықтай қылып күтіп, одан кейін өзіміздің ауылымызға келген кезде кәдімгідей біздің мына жуалының ауа райы өзінің мынау ызғарымен, әдемілігімен күтіп алды бұл кісілерді. Мынау жаңағы неден өткен кезінде, мынау бізде асу бар ғой, сол асудан өткен кезде тура кесіп тастағандай ар жағы жаз, бер жағы қыс болып тұр. Сондай ызғарында көрсетті. Яғни бұл жуалының қандай екендігін де көріп кетті бұл кісілер. Енді жаңағы достарымыз да күтіп жатыр, керемет деп тұрып, құдалық қылып, яғни барлықтарыңызға, осы отырған барлықтарыңызға өте үлкен рахметімді айтамын. Мынау жаңағы қазір сөйлеп жатыр ғой, жаңағы текті жердің қызы деп. Тектілік деген ол не? Тектілік деген оның қыз болсын, ұл болсын, оның тегінің болуы, оның ата-анасының болуы, оның ата-әжесінің болуы, оның бір үйім жұртының болуы. Мынау қазір сіздер құда-құдағилар бір үйім жұрт болып келіп біз белгімізді қойып жатырмыз, құдалық белгімізді. Яғни біз мынау бұл құдалық деген, мына құдаға түсіп келу, құдалық деген, жаңа өлтір деген, бұның бәрі, мен қазір былай ойлаймын да, бұның бәрі мынау халыққа, мынау біздің қызымыз күйеуге кетіп жатыр, сіздер мына біздің ұлымыз келіншек алып жатыр деп, яғни бүкіл елге жария қылу үшін жасалынып жатқан нәрсе деп ойлап тұрмын да өзім. Сондықтан да мынау енді біз де сіздерді мінекей бір ұйым жұрт болып күтіп алдық, барынша дендеріңіз сау болсын, мынау бала-шағаларымыз аман болсын, ең негізгісі барлықтарыңыз аман есен елге жұртқа жетіп отырған құдалар, Атырауға, осы жерден алыстан келіп жатқан өзімнің анам, мына қайын сіңілдерім, мынау барлықтарың аман есен үйлеріңе бүгінгі күні жетіп, міне жеттік, қондық, міне өзіміздің үйімізге келдік, елімізге келдік деп бізге бір қуанышты хабар тағы да айтып жатарсыздар. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, жастар бақытты болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Енді анау жаңа кешеде мынау ең басында бастаған кезде айтып едім, мынау бұл болашақ деген бағдарлама бойынша барып жатқан кезде қызымыздың ең бірінші негізгі мақсаты бұл оқуға түсетініме сенімдімін, бірақ та мен осы елге не бір нәрсе алып келе аламын ба, мен содан қорқамын деген да. Ал енді ол өз жалғыз емес, олар Алтынбек екеулері осы елді өркендететіндей, осы елді жетілдіретіндей, осы елді бір шынымен де бір жарық, бір жұлдызы болатындай бір нәрсені алып келіп, бір өзгеріс енгізіп жатса, біздің барлығымызға ол бір өте үлкен қуаныш болады. Ең бастысы сол, ең бастысы осы балалар өздерінің мына Қазақстанның бөліп жатқан бұл жерде өте үлкен жаңағы не бөлінеді екен, ақша бөлінеді, сол ақшаны ақтап, яғни Қазақстанды бір керемет өркендететіндей ұл қыздан болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Көрімдеген алайын, бидордаға салайын, күнде болмас мұндай той, шашудан да алайын. Ыстық ықыласпен қауышқан құшақтарыңыз
Рахмет.